Қол басы сүйектері осса манус деп аталады. Білезік сүйектерінен, алақан сүйектерінен және саусақ сүйектерінен түзіледі. Білезік сүйектері осса карпи деп аталады. 4-4-тен 2 қатардан тұратын 8 кеуекті сүйектерден түзіледі. Проксималды және дисталды қатарларына ажыратады. Бұл сүйектерді атау бас бармақ жақтан жүргізіледі. Біріншісі қайық тәрізді сүйек, ос скапоидеум. Келесісі бізде жартай тәрізді сүйек, ос лунатум. Сосын 3 қырлы сүйек, ос трикуетрум және бұршақ тәрізді сүйек, ос писиформи деп аталады. Проксималды орналасқан білезік сүйектері кәржілікпенен буындасып, білезік кәржілік буынын түзеді. Тек қана бұршақ тәрізді сүйек бұл буын түзуге қатыспай, бұлшықеттер мен байламдардың арасында жатады. Дисталды қатары да бас бармақ жақтан бастап айтамыз. Бұл трапеция сүйегі, ос трапезиум. Келесі трапеция тәрізді сүйек, ос трапезидеум. Басты немесе томпақ сүйек, ос капитатум және ілмек тәрізді сүйек, ос хаматум деп аталады. Дисталды орналасқан білезік сүйектері алақан сүйектерімен буындасады. Алақан сүйектері осса метакарпи деп аталады. 5 қысқа түтікті сүйектерден түзіледі. Әрбір түтікті сүйектей бұлардың да диафизін және 2 эпифизін ажыратамыз. Проксималды эпифизін негізі деп атаймыз, базис. Ортаңғы диафизін денесі корпус және дисталда орналасқан басына ажыратамыз, капут. Қол саусақ сүйектері осса дигиторум манус деп аталады. Бұл саусақ сүйектері бас бармақтан басқасын барлығы 3 бунақтан тұрса, бас бармақ проксималды және дисталды бунақтардан тұрады. Ал қалған саусақ сүйектері 3 бунақтан тұрады. Проксималды бунақтан, аралық бунақтан және дисталды бунақтардан тұрады. Саусақ сүйектері де алақан сүйектері секілді қысқа түтікті сүйектердің қатарына жатып, бұлардың да диафиз және 2 эпифизін ажыратамыз. Проксималды және дисталды. Барлық, яғни диафизі денесі корпус деп аталады. Проксималды эпифизі негізі базис және дисталды эпифизі капут және басы болып табылады. Дисталды бунақтарда басында тырнақтар орналасады.